Бірлік пен ынтымақты қазақтай қастер тұтқан халық әлемде кем-де-кем шығар. Біздің ата-бабамыз қоғам өкілдерінің татулық жолында қол ұстасып, бір жұдырық болып өмір кешуін байлықтан да жоғары бағалаған. Оны байлық емес, бірлік байлық деген бір ауыз сөзінен аңғарамыз. Ықылым заманнан жалғасқан ынтымақтың бүгінгі көрінісі ретінде жерімізді мекен еткен түрлі ұлт пен дін өкілдерінің тізе қосқан татулығы мен қоғамдағы конфессияаралық келісімді де айтар едік. Біз заң жолынан қия баспайтын зайырлы мемлекетпіз. Елімізде дін ұстануға толыққанды еркіндік берілген, және ешбір адам ұстанған сеніміне байланысты қағажу көрмейді. Дінге сенушілер мен сенбейтіндер, сондай-ақ түрлі дін өкілдері заң алдында тең. Ең бастысы, ешкімнің құқыққа қайшы әрекетке баруына жол жоқ. Алтау ала болса, ауыздағы кетет, төртеу түгел болса, төбедегі келет дейді халқымыз. Түрлі дін өкілдерінің достығы мен ынтымағы бейбіт сүйгіш еліміздің басты байлығы. Біз осы ауызбіршіліктің арқасында арманға қол созып, талай асуды бағындырдық. Бұл ынтымағы жарасқан елдің ырысы артатынның дүдәмәлсіз дәлелі.